татар тіліні рахбелештірмек ве балачықларға жиди шейлерні тариф етмек. Киевден евбеттеки айле оқувлары кечті. Тедбірнің баш мұсаферлері ана бабалары иле келген күчік қырымлылар олған. Масалларны есе оларға Украина хабер сиясеті назерінің муавины еміне джепар оқуған. Балачықлар иле бірлікті оны бізім ұқберлерімізді дінлеген. Улачығым, балачығым, не үшін сен орманға келдің? Не үшін мұнда зерлі от ашадың? Жиди үкімет мемурның суретіні имени Джепар бала екежісіз ватына денештірді. Күчік қырымлаларға ана тілінде масалларны оқый. Волелікнен ялныз қырым татар тілінде эдебиятны рағбетлештірмейді. Масал қыраманлары ярдымы иле балачықларға муим шеллерні огреті. Я своим детям через сказки сама доношу. Өз балаларыма масаллар вастасы иле шымдеки Украина вазиетіні анлыта. Санки дерсін ерші ерінде деп баланы сер шаретлерінде ұстырмек менім үшін доғру бір шейкебе көрінмей. Олар білмеге ақлы. Тіл ебет ұйғынлаштырмалы. Бүгін масал вастасы иле оларға кележігіміз үшін күрешмеге керек олғанымызны аңлатмаға тырыштым. Башқа тілге ұналсем, дәнешмем, острымны яқытмеге ял бермем. Туған тілге севге ақында шеллерні есе балачықлар өзлері оқыған еді. Біраздан балалар ұсталарының ярдымы иле китапчықлар үшін шеретлерні япқан. Берется страничка книжная. Китап сайфесі алына ве бөлеже шеретчік чалыша. Китап қапала мұна бізім шеретчігіміз. Балалар есе бүгін енді оны япқан еді. Япқанлары бұ. Өз елерінен ясаған шеретчіклерні балалар өзлеріне алған. Ве ана бабасы сөскен балачықларға өзінден бақшышларны қалдырып кеткенлер. Мы собираем книжки. Оқулар вақытында китапларны топлай ве бала евлеріне йоллаймыз. Тәдбір кіріші вақыт бедавадыр. Ама кезге имканлары олса, айлесі олмаған балачыққа китапны кетірмеге риджа етеміз. Айле оқулары енді адети олған. Хайрие мақсадындан ғайры китапның ве евтасилінің емиеті ақында қатырлаталар. Тішкелетшілердің планларында тішібюсіні Украинаның чешетшелеріне тарқатмақтыр.